Сәлеметсіздер ме, қадірменді көрермендер? Өздеріңіз білетіндей, біздің өткен жолғы түсіріліміміз IT ауылдық округінде болған еді. Енді бұл жолғы бағдарламамыздың саны Ұмтыл ауылдық округінде жалғасатын болады. Естеріңізге сала кетсек, біздің қолдаушыларымыз Қарасай аудандық және Қаскелең қалалық әкімдіктері. Ендеше, экраннан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ал біз өз жобамызды бастауға кеттік. Я хотел бы знать, сколько стоит все понять. Сәлеметсіздер ме? Сіздер қазір Қарасай инфо такси деген тегін таксиге келіп түстіңіздер. Мен сіздерді қазір Қарасайға дейін тегін апарып тастаймын. Осы ауылға қатысты 3 сұрақ қоямын. Әр сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 500 теңгеден ұтып алып отырасыздар. Кеттік па? Көресің ба бағын сынап? Көрейік енді. Жүр, кеттік. Сонша енді местный емес біз. Жоқ, енді қиын сұрақтар қиын емес. Өте оңай сұрақтар. Ал онда сұрақтарымызды бастап қоя берейік. Алмалыбақ ауылындағы дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Әл-Фараби атындағы гимназия қай аймақтық білім бөліміне қарайды? Нұсқалары: Алматы қалалық, Қарасай аудандық, Алматы облыстық. Әл-Фараби мектебіміз ғой. Сол Қарасай ауданында вроде. Қарасай ауданында қарайды. Так, Алматы облыстық білім бөліміне қарайды. Алматы облыстық білім бөліміне қарайды. Өйткені ол Қарасайға несіміз. Талдықорған қаласында ғой білім бөлім басқармасы. Онда дұрыс жауап тыңдай береміз бе? Дұрыс нұсқасы Алматы облыстық. Бірінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Өкінішке орай бірінші сұраққа дұрыс жауап бермедіңіздер. Бұл Әл-Фараби мектебі біздің Алматы облысына тікелей қарайды. Ал енді екінші сұраққа көше берейік, жолымыз да қысқа екен. Екінші сұрақ қоя берейін сіздерге. Тыңдаңыздар. Алмалыбақ ауылындағы орталық көшеге есімі берілген Мұхамеджан Ерлепесов кім болған? Нұсқалары: ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, ауған соғысының ардагері, кеңес одағының батыры. А вариант, скорее всего. Вариант. Ана бірінші сұрақтың бірінші нұсқаны алайыншы. Иә. Өйткені бәрібір толық нақты жауабымызды білмейміз. Доктор ма, доктор дедім ба? Бірінші нұсқаны таңдайсыздар, Онда дұрыс нұсқасын тыңдайық. Дұрыс нұсқасы ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы. Керемет. Мінекей, екі сұрағымызға толық жауапқа дұрыс жауап бердіңіздер. Ал енді келесі сұраққа көшеміз бе? Давай. Біз баратын жолға дейін әлі алыс па? Жоқ, міне уже вот күн тиіп тұр ғой ана жерлерде, сол жерге дейін. Үшінші сұрақ тезірек қойын онда. Бұрын неліктен осы ауылға Алмалыбақ атауы берілген? Нұсқалары: осы ауылда алма бағы болғандықтан, Алматыға ауыл жақын орналасқандықтан, ауылда ғылыми зерттеу институты болғандықтан. Үшінші нұсқа. Зерттеу институты Иә, болғандықтан. өйткені Алматының аймақтарын бәрі алмабақ қой. Жауап. Бірінші жауабы ма? Иә, бірінші нұсқа. Бірінші нұсқасын тыңдайсыздар, Ауылда Алмабақ болған. Алмабақ болған. Бақ болған. Алмабақ институты болған соның. Алмалыбақ болған. Алмабақ болған. Сонда дұрыс нұсқаны тыңдаймыз ба? Иә. Нақты жауабың үшінші нұсқа. Болды, онда дұрыс нұсқасын тыңдайық. Дұрыс нұсқасы осы ауылда алма бағы болғандықтан. Понял. Интересно. Дұрыс нұсқасы осы ауылда алма бағы болғандықтан. Керемет, өте керемет. Дұрыс нұсқасы осы ауылда алма бағы болғандықтан. Керемет. Екінші сұраққа жауап, үшінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Дәл қазір сіздердің ұтыстарыңыздың көлемі 1000 теңге болып отыр. Сіздер қазір біз қойған 3 сұрақтың үшеуіне де дұрыс жауап бердіңіздер. Мінекей сіздердің 1000 теңге көлеміндегі сыйақыңыз. Ал. Мінекей бауыр, бір сұраққа жауап бердің. Ну, рахмет. Бұйырсын, жақсы, алдағы уақытта. Это что, по телеку будет? Мына машина сыртында жазылып тұр, Қарасай инфо такси деп. YouTube-ға терсең, сразу шығады. 3 сұрағымыздың екеуіне дұрыс жауап беріп отырсыздар. Құттықтаймын сіздерді, мінекей. Мінекей 1000 теңге ұтыстарыңыз алыңыздар. Құтты болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бастарыңыздан бақ кетпесін. Рахмет. Алдағы уақытта тек
үйлеріңіз берекеге толсын. Амин, Жақсы, амин. сау Ал, болыңыздар. сол болсын, жастарыңыз ақ болсын. Рахмет. Мына көліктің сыртында Қарасай Info KZ деп жазылып тұр. Соны YouTube-қа теріп, ана немерелеріңізге, болмаса балаларыңызға айтыңыздар, сол жерде өздеріңізді ертең көретін боласыздар.